бар, дүйім жұртқа қара деген тұлпар аттай өзіңдей шаба берем. Біреулері өмір сүрет жаламенен, Аллаға сансыз шүкір тоба деген әңгіменің ашығы. Тамағымды шәй алсам коламенен, өлеңді де суырып сала берем бауырым. Бір ойнап жіберейік батылға айнамен. Ал кетті. Андай не ғой бауырым, тіл жаттықтырып жатқан ғой, андай ұйқастырып бірден суырып салып болып жатқан ситуацияны атап мықты ақын емеспін. Көріп жатқан ғой, болады екен қолдан келеді. Әдем, братан. Осы бетіңнен тайма. Аумин. Баяғыда мен жаңадан өлеңді бүйтіп оқып жүргенде Нұрдәулет вокал мен өзі. Біз екеуміз бір ауылдың баласымыз, өзімнің нағашым, мен бауырым, мен общем айтқанда мамам жағынан інім ғой, кәдімгідей. Общем бауырым екеумізді кішкентайынан білем, бауырым кәдімгідей тойларда жүрді, былай жүрді, әйтеуір осылай Нұрдәулет болып төлеп берген болып ел алдына жету үшін әйтеуір әрекетін істеді ғой. Көке жәкесі жоқ бауырымның. Біреулер бауырымды сынайтын шығар, анау бір жерге барды, қалаулымға барды деп. Маған бәрібір кім сынасын, менен болсын шаруасы. Сағат 8-ден 5 кеткен кезде өлең шаптайын, Мұрат Әбілді ағам айтпақшы. Сол бауырым, атак сені жақсы көрем. Ол бөлек әңгіме, ол мейлі, ол сондай карьера қуалайтын шығар, өзін таныту керек бір жағынан. Құдай қаласа өзін жан жарын тауып, сүйіп, әйтеуір қосылып, келін әкеп, біздің ауылға әкеп келін түсірсең болды, әйтеуір маған қарай. Барам ғой тойыңа. От души ғой, братан. Мен де сені жақсы көрем ғой. Жоқ болып кетеді, бұл ініміз менің қасымнан біраз уақыт, 2-3 жылдай. Мен ойлап қалдым андай. Болады ғой любой жігітте бір көрінбей кеткеннен кейін бірдеңе болып қалған шығар, ұялып жүрген шығар деп оны айтып отқаным ғой көңіліңе. Жалпы көңіліңде болсын, халықтың алдында болсын, қайықта болсын, кино емес менікі. Екеуміз біргесің ғой бірге. Кім ғой, братан, сен? Жүруші едің ғой, жақсы бала ғой, шыбынға зиян жоқ Нұрдәулеттің, короче. От души, братан. Жолықпағалы біраз болды сенімен. Иә, ауылдамыз ғой біз. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Халқым чотан бір күліп базар етіп жатсыңдар ма не? Бәсе, рахмет, өтіп кеттік. Аумин, Алла қуат берсін. Сол бауырым, Аллаға шүкір айтыр. Ән шығарып жатсың ба? Қандай көмек керек? Сол, братан, ән ғой. Ән неге жекпе-жекке шығып жүрмін? Төбелес жүрсің ба? Сен жақсы спорт едің ғой сен кішігірім. Сол жағын. Сен бірақ білмеймін, сені біреу өзге ол төбелескен кезде де сен бірінші қарап тұратын шығарсың. Бірінші 3-4 ұлдарын бергеннен кейін төбелесетін шығарсың сен. Сен вообще нервіңа тимейінше төбелеспейсің ғой. Сол ғой, братан, сол ғой бізде. Жалпы луговой біз өзіміз сондаймыз ғой. Бірінші тұратын шығарсың, бір 2-3 ұлдарын абағаннан кейін төбелесетін шығарсың. Сол ғой. Оған дейін төбелесем бе, төбелеспеймін бе деп ойланып тұрасың ғой. Бір-екі удар тигеннен кейін деп қаласың да, короче. Жарайды, онда ассалаумағалейкум дейсің ғой. Ойбай, не деген құрметсізді оңбағандар. Бірдеңе видеолар дейді. Ондайда Google'дан өздері қарай береді ғой, не аласың жазып берған. Оңбаған ұятсыздар. Думан аға, ассалаумағалейкум, көке, қалайсыздар? TikTok'та ертең шығам, ертең. Қайқа, Таразға ма? Жоқ, ертең бокстан жарыс просто. Саған. Болды. Әбден спорт қуа берді үш жағынан, жақсы ғой. Сол, братан, спорт и ән жағы. Баяғыда мен бір текстін бірдеңе құрастырып көріп едім, қайтып аға? Иә. Мағадас. Өтті ма сол ән, кішкене? Өтті ғой, братан. Неге салып едім ғой, кавер қып салып едім ғой. Кавер емес, прямо айта бермейсің ба? Гитарамен. Саған бір өзім шығарып бере берем ғой, сөз асықпа, өзіме шығарған сәт шығарам да, саған асықпа, айтып жайын кіргіз. Сен ән жазып жатсың ба, братан? Ән жазбаймын негізі. Өзім ән шығарам мен. Өзім ән шығарып алдым, әкетіп алдым, айтамын. Енді анау қара кесектердің стиль сияқты бір әнім бар, көрсетейін саған кішігірім. Қалай екенін айтып қойып.
Bäri ýykylamaz. Uga oýdukmy?